Қайырлы күн қыздар, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге шие қосылып дайындалатын осындай әп-әдемі пирогты дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, шие. Мен шиегін тазалап дайындап алдым. Бөлме температурасында еріп тұрған сары май, қант, сүт, разрыхитель және де 3 дана жұмыртқа. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды ыдысымызға салып аламыз. Үстінен қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Майымыз бен қантымыз жақсылап араласқаннан кейін, осы массамыздың үстіне 3 жұмыртқамызды бір-бірден жарып салатын боламыз. Әр жұмыртқаны салғаннан кейін миксермен 1-2 минут араластырып жібереміз. Соңғы жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне сүтімізді құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Майларымыздың осылай шетіне шашырап тұрып қалғандарын қасықпен немесе лопаткамен массамызға қосып араластырып жіберетін боламыз. Енді ұнымызға разрыхителімізді қосып, ыдысымызда бір араластырып аламыз. Егер де сіздерге какао қосылған пирогтар ұнайтын болса, оның кішкене бөлігін алып тастап, орнына какао қоссаңыздар болады. Енді сұйық массамызға ұнымызды міндетті түрде електің көмегімен қосатын боламыз. Бұл біздің пирогымыздың үлпілдек болып шығуына тікелей әсер етеді. Енді лопаткамен немесе қасықпен ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай төменнен жоғары қарай қасығымызды кішкене елеген сияқты етіп шайқап, ұнның түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырып алатын боламыз. Елінше көрсетілген ұннан көп ұн салмаңыздар. Қамырларыңыз тым сұйық болып бара жатса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Бізге осындай консистенция керек болады. Енді алдын ала дайындап алған формамызға қамырымызды құямыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Қамырымыздың жарты бөлігін салып, жақсылап жайып аламыз. Кекске арналған силиконовый формаларға құйып жасасаңыздар да болады. Енді салмамызды саламыз. Менде шие. Егер де шиенің қышқыл дәмін аса қатты ұнатай бермейтін болсаңыздар, салманы салмас бұрын қантпен араластырып алсаңыздар болады. Осылай барлығы жеріне шиелерді салып болғасын, қамырымыздың қалған жарты бөлігін үстіне ұн құйып, тағы да тегістеп алатын боламыз. Салмамыздың қалған бөлігін үстіне салып шығамыз. Шиені мейлінше көп қолдансаңыздар болады, немесе мен көрсеткеннен аз қолдансаңыздар да болады, өз қалауларыңызда. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Неге қыздар, біздің пирогымыз әп-әдемі болып шықты. Толық піскенін тексеру үшін осындай шпажканы қолданамыз. Кез келген жерінен тығып тексеріп көреміз. Құрғақ болса, біздің пирогымыз толықтай пісті деген сөз. Енді толықтай суытып, формасынан шешетін боламыз. Неге қыздар, біздің пирогымыз осындай әп-әдемі, керемет болып шығады. Шиенің ерекше дәмімен бұл пирог одан әрі дәмді болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Пирогты міндетті түрде толықтай суытыңыздар.
ыстық кезінде шиенің қышқыл дәмі болуы мүмкін. Суығаннан кейін пирогтың тәтті дәмі мен шиенің қышқыл дәмі аса қатты білінбей кетеді. Неге қыздар, қараңыздар, орталарда осындай әп-әдемі керемет болып шығады. Пирогтың өзі нәзік, дәмді, ерекше болып шығады. Осылай жасап көріңіздер, рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.